Егер бизнес бастайын деп ойланып жүрсең, алдымен онда осы видеоны соңына дейін көріп шық. Сәлем достар, есімім Бәкен Сақтаған, бизнесмен, бизнес-наставник, жеке бренд экспертімін. Мен өзім каналымда бизнес жасауды, қаржылай сауаттылықты, психологияны, заманауи интернет-маркетингті айтып, өзімнің өмірімдегі тәжірибелерімен бөлісетін боламын. Видео ұнап жатса каналға тіркеліп, лайк басып, ой пікірлеріңізді жазып, сұрақтарыңыз болса қойып отырсаңыздар болады. Ендеше бастайық. Енді кәсіп бастайын деп жатқан стартап кәсіпкерлерінің қателігі ол бірінші ИП ашады, я болмаса цех ашады, тауар сатып алады, складқа үйіп қояды, барлығын жасайды, бірақ бизнес жүрмейді. Ол әрине қате. Мен сіздерге бизнес енді бастайын деп жатқан стартап болсаңыз, сізге қандай нәрселерге көңіл бөлу керек, соны айтатын боламын. Құятта отырыңыздар, жарай ма? Ең алдымен қандай мәселені, проблеманы шешіп жатқаныңызды анықтаңыз. Яғни сіз белгілі бір проблеманы шешкен кезде сізге ақша келеді. Сондықтан ең бірінші осыған көңіл бөліңіз. Екінші, өзіңіздің клиентіңізді анықтаңыз және зерттеңіз. Сіздің клиенттеріңіз кім, қай жерде жүр, қандай жұмыс жасайды, қанша табыс табады, осының барлығын зерттеңіз. Үшінші, идеяны тексеріңіз. Көп кісілер бірінші тауар алып қояды, одан кейін цех ашады, барлығын дайындайды, команда жинайды, бірақ табыс жоқ. Сондықтан сіз ең бірінші ешқандай тауар алып цех ашпаңыз, бірінші анализ жасаңыз, сосын тестілеңіз. Яғни интернетке жарнама беріңіз, парақша ашыңыз, сайт ашыңыз, содан кейін сіздің ұсынып отқан өніміңіз, қызметіңіз клиенттерге керек пе, тұтына ма, соның барлығын тексеріңіз. Содан кейін барып анализ жасап тестілегеннен кейін өзіңіздің алға қойған мақсатыңызды, кәсібіңізді бастасаңыз болады. Төртінші, қаржыны есептеңіз. Міндетті түрде сізге қанша ақша керек, қанша ақша сіз тапқыңыз келеді, соның бәрін есептеңіз. Яғни фин модель жасаңыз. Сізге осы бизнесті ашуға инвестиция керек пе, керек жоқ па, осының барлығын алдын ала есептеп алыңыз. Сонда сізде ертең недофинансирование болмайды. Бесінші, сіз психологиялық дайын болуыңыз керек. Бизнес деген ол жай ғана көсіп көп ақша табу емес, әрине ол жерде стресс болады, жауапкершілік болады, бизнесіңіз минусқа кетуі мүмкін. Сондықтан осының бәріне сіз дайын болуыңыз керек. Ал ең бастысы, көп адамдардың жиі жіберетін қателіктерінің бірі ол идеалды сәтті күтеді. Үйім салып болайын, қарызымнан құтылып болайын, мынаны жасап болайын, ананы жасап болайын, сосын бастаймын дейді. Әрине ондай адамдар көп жағдайда ешқашан бастамайды. Сондықтан анализ жасаңыздар, тестілеңіздер, әрекет жасаңыздар, бизнесті бастап кетіңіздер. Әрине қателеспей бизнес бастау үшін сіздерге заманауи білімдер керек. Ол заманауи интернет құрал маркетинг білімдері, ол міндетті түрде оны үйренулеріңіз керек. Одан кейін жеке бренд дамытуды үйренуіңіз керек. Өйткені қазіргі таңда сіздің бәсекелестеріңіз көп. Сіз оларды жеңіп шығу үшін сізде міндетті түрде жеке бренд болу керек. Үшінші, сіз міндетті түрде қаржылай сауатты болуыңыз керек. Өйткені сіздің ертең кәсібіңіз өскен кезде, сіздің табысыңыз өседі. Сіз өзіңіздің қаржыңызды, кәсібіңіздің қаржысын басқара алмасаңыз, сіз міндетті түрде кассалық разрывқа түсіп, минусқа кетіп қаласыз. Енді ең соңында көп жағдайда әрине ондай болмасын, бірақ банкрот болып кететін кәсіпкерлер де бар. Сондықтан осыған көңіл бөліңіздер және осы білімдерді міндетті түрде алыңыздар. Достар, видео сіздерге өте пайдалы болды деп ойлаймын. Видео пайдалы болса, видеоны достарыңызға, таныстарыңызға, жақындарыңызға бәріне таратыңыздар. Әсіресе кәсіпті енді бастағысы келіп жүрген жақындарыңызға таратыңыздар. Өйткені бұл видео кісілерге өзінің үлкен пайдасын тигізетін болады. Видеоны басынан соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Сіздермен бірге болған Бәкен Сақтаған.